Ассалаумалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Мына жерде бір Pinterest'in логотип көріп қалдым. Бұл өте сондай креативный логотип екен. Мына жерде мобайл деген сөз жазылып тұр, и мына жерде мобильный телефонның көрінісі тұр. Осындай логотип жасап көрейікші. Осыны жасау үшін мына суретті кішірейтіп қояйын. Біз текст аламыз и осыны қойып аламыз да үлкейтеміз. Бәрін өшіріп тастаймыз. Капслокты басып қойып үлкен әріпті таңдаймыз. Мінекей таңдадық. Енді осы жерге Монсеррат шрифтін таңдаймыз. Мінекей. Енді осы преобразовать в кривые деген басамыз. И мына жерде о әрпін өшіріп тастаймыз. Мінекей аралары кішкене қоямыз. Разгруппировать басамыз. И осы жерден осылай мына жерге бүйтіп жақындатып қойып қоямыз. Мінекей осылай тұра берсін. Енді мына жерде біз квадратты қойып қоямыз. Осылай қойып қоямыз да. Осы инструмент таңдаймыз. Екеуін белгілеп алып, бір 11:45 дейді. Соны таңдаймыз. Осылай қойып аламыз. Кішірейтіп береміз. 11:48. Енді мына жерге біз кругты алып қойып қоямыз. Мінекей, осы кругты алып осылай қойып қойдық. Төменге пипетімен түсіп таңдаймыз. Мінекей. Достар, мына жерде ортасында сәл үлкен болып кетті. Енді қалай болды? Енді мені кәдімгі Pinterest'тегі жасаған логотипті қайталап үйреніп көрдік. Бұл не үшін жасаймыз? Өткені басқа дизайнерлердің жасаған жұмыстарын көріп қайталап көретін болсақ, біз басқа дизайнерлердің опытын, білімін осылай да алсақ болады. Біреудің жұмысын көшіріп, өзімізде опыт жинауымызға болады. Және де бір мықты дизайнер айтқан, атын ұмытып тұрмын қай елден екенін. Копируйте дейді. И вы однажды өзіңнің бір стилің пайда болады дейді. Сондықтан біреу, мысалы, андай копируйте дегенде қатты кетіп қалмаңыздар, көшіріп алып, соны өзіңнің жасаған дизайнын қылып көрсетіп ше. Ондай болмайды. Достар, жалпы сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.